Сәлем достар, қазіргі таңда көп қабаттық үйлер мен ғимараттарда адамдар баспалдақты басып емес, жедел сатының, яғни лифттің көмегімен қажетті қабатына көтеріледі. Лифтте көтерілген әр адам көз алдында жабылған есікті көргенде оңаша бір қалған атмосфераны сезінген болар. Соның салдарынан ба білмеймін, лифттерде жиі ойға кіріп шықпайтын дүниелер болып жатады. Сіздермен бірге Пазл арнасы. Бүгін Қазақстанда лифтте орын алған сұмдық жағдайларды назарларыңызға ұсынамыз. Видео басталмастан бір екі ауыз сөз. Бүгінгі тақырыпты біз қандай да бір ойларды насихаттап, немесе наразылық тудыру мақсатында емес, керісінше актуалды инфо жаңалықпен бөлісу оймен жасадық. Бүгінгі тобымыздағы жағдайлар жайында әр адамның өз ойы болатыны сөзсіз. Сондықтан бейнені ең соңына дейін көріп, өз ойларыңызды пікір алаңға қалдыра отырыңыздар. Мен барлық пікірлеріңізді оқып шығамын. Айтпақшы, видеомызға лайк басып, арнаға тіркеле отырыңыздар. 2 миллион тіркелуші санына дейін бірнеше қадам қалды. Лайк басып тіркелдіңіз бе? Ондай болса, жалғастыра берейін. Бірінші бейне жазба, 2022 жыл. Жігіт балалы әйелдің артынан аңдып, оны зорлап тонамақшы болған. Шымкенттегі көп қабатты тұрғын үйлердің бірінде ер адамның балалы әйелге шабуыл жасағаны бейне бақылау объективтеріне түсіп қалғаны. Бейне жазбада оның лифтке кірген бойда әйелдің аузын жауып, екінші қолмен пакетке ұқсас затты тартып алмақ болған түсіп қалыпты. Мына бір жынды адамның ойы іске аспай тұрған кезде лифттің есігі де ашылып қалады. Сөйтіп сәбилі әйел қашып шығады. Ал бұл жағдай жергілікті тұрғындардың зәре құтын қашырған. Шымкенттіктер әсіресе балалардың қауіпсіздігін алаңдап, осы қылмыскердің табуын талап еткен. Өзінің жиіркенішті қылмысы үшін жауап пен жаза алмаймын деп жүрген жігіт Шиелі Қызылорда пойызында ұсталды. Келесі видеоға түскен оқиғаны Немалчи KZ қоғамдық қорының басшысы өз парақшасында жариялады. Ал ертеңгі күні бұл видео барлық жаңалықтарда пайда болған. Хабарламаға сәйкес, ер адам өз әйелін лифттің ішінде аяусыз ұрған. Ұрып соғу дерегі бірнеше рет қайталаныпты. Әйел лифтте соққыға жығылған соң қабырғасы, құйымшағы мен омыртқаның қыспа сынығы жарақаттарын алған. Ал лифттен шығып бара жатқанда желкесіне соққы алып, есінен танып қалыпты. Полицияның мәлімдеуінше, бұл жайт қылмыстық кодекстің 107 бабы бойынша тіркелді. Күдіктіге қатысты ешқайда шықпау туралы қолхат түрінде бұлтартпау шарасы тағайындалды. Ақтауда Ақтау Плаза тұрғын үй кешеніндегі лифт ішіндегі адамдармен бірге жоғарғы қабаттан төменге қарай шахтамен құлап кеткен. Оқиға куәгерлері лифт ішінде жас аналар мен балалар болған айтады. Олардың сөзінше, мұндай жағдай бұл үйде бірнеше рет болған. Тұрғындардың сөзінше, үйді салған құрылыс компаниясы жағдайдан хабардар, алайда ешқандай шара қолданбай келеді. Ұқсас жағдай Алматы қаласында орын алды. Алматыда Мегатаурс тұрғын үй кешеніндегі лифт 25-ші қабатқа дейін бар жылдамдықпен көтеріліп, үйдің төбесінен бір-ақ шықты. Салдарынан жас жігіт зардап шекті. Лифттің ішіне түсірілген видео шынымен де қорқыныш әсерін тудырады. Ал бұл Ақтөбеде болған сұмдық оқиға жаныңды түршіктірмей қоймайды. Көп қабатты үйлердің біріндегі жедел саты істен шығып, 28 жастағы әйелдің аяғын жұлып әкеткен. Марқұм қолындағы 1 жастағы қызын аман алып қалу үшін ашылған есіктен сыртқа оны лақтырып жіберген. Естуімше, Ақтаудағы лифттерде картаны салатын жер бар екен. Жалпы ондайларды көрген емеспін. Кім осындай лифтпен қолданған болса, айтып кетіңізші, бұл жедел сатының қандай ерекшеліктері бар? Ал қазіргі видеомыз сондай лифт жайлы болмақ. Белгісіз біреу осы карта салатын жерге сағыз жабыстырып кетіп, осы бір апаның ашуын келтірді. Ал апа болса қарғыс айту бойынша әлем чемпионы екен. Жеті таңға кейін аузына иттің ғана баласы қыршыныңнан қиылғыр. Бүгінгі күнің көп бол, қол аяғың топ болғыр. Дұрыс толған мына иттің баласы мына карточка салатын жерге жевачканы тығып қойыпты. Мен соны суырып жатырмын. Ана қыршыныңнан қиылғыр, кімнің баласы болсаң да, Құдай осы шақтың ішіне түсіп қалды. Иттің ғана баласы. Соңғы күндері Казнетте ер адамдардың сүйісіп жатқан видеосы талқыланып жатыр. Әлеуметтік желіде Астанадағы түнгі клубтардың бірінде жедел сатыдағы бейне бақылау камерасы ерекше жұптың сүйісіп тұрғанын видеоға түсіріп алған. Кейбір қолданушылар ер адамдардың энергетика министрлігінің қызметкерлері деп таныған. Бұл мәселеге қатысты ешкім ресми түсініктеме берген жоқ, және бейнедегі көгілдір азаматтардың кім екені әзірге белгісіз.
Ал бұл алматылық ұрының лифттегі биі арнамызда 6 миллионнан артық қаралым жинаған. Жалпы сіз біздің арнамызда тек осындай камераға түсіп қалған емес, сондай-ақ көптеген қызықты да пайдалы видеоларды таба аласыз. Ол үшін лайк басып арнамызға тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Бүгінге осы пазлға жазыл.